барлықтарыңызға сәлем. Және мен сіздерге осы сидо умывашкасын айтып кеткім келіп тұр. Бұл сидо умывашканы мен жиі қолданамын. Бетке жақсы, күнделікті қолданғанға болады. Және алоэ гель қазіргі таңда хит болып жатқан. Оның бәрін мен фармстез нағаш дүкенінен алдым. Және ол жақта өте күшті тканевый маскалар конкурс болып жатыр. Қатысып ұтып алуларыңыз мүмкін. Сол үшін де сіздерге кеңес беремін. Егер ұзынағаштан болсаңыздар, доставкасын өзім апарып беретін боламын. Сіздерге барынша ұнайды деген сенімдемін. Ол жақта күшті тканевый маскалар бар. Және ол жақта егер бір маска алсаңыз, бір маска сыйлыққа беріледі. Заказ беріп көріңіздер. Достар, мен қазір паластарды осылай жинап қойдым. Қазір өзімнің бөлмемді, сосын әпкемнің бөлмесін, ағамның бөлмесін, сосын мынау холлды жуатын боламын. Вот. Бірінші бөлме бітті, енді екінші бөлмеге кеттік. Екінші бөлме бізде осы бөлме. Мына жақты сапырып, сосын полын жууым керек. Достар, мен барлық бөлмелердің полын жуып біттім. Ал енді тек шаңдарын сүртіп, заттарын өз орындарына қойып, сосын өзімнің сүйікті дорамамды көретін боламын. Мен қазіргі таңда Дворы Злокорн деген дораманы көріп жатырмын. Маған қатты ұнайды. Сіздерге кеңес беремін, егер дорама көргіштер болса. Және ол дорама менде бітті почти, бірақ сериал қалды. Егер күшті бір дорама алып берсеңіздер, жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде астын оқитын боламын. Және сол дорамалар ұнап жатса көретін боламын. Вот. Мен осындай құртты жеп қазір өз дорамамды көретін боламын. Барлығын біттім. Мен клубника жейін деп жатырмын. Біз қазір дүкенге келдік. И қазір күшті заттар алатын боламыз. Мороженый. И тағы да керекті заттарды алатын боламыз. Қазір дүкендеміз. Қазір мороженый алатын боламыз. Клубникалар кепті. Но біздің ең қазір жақсы көретін мороженый солар емес. Так, мына жақтан осылар болу керек. И міне кофе италиялар біздің қатты жақсы көретініміз. Вот, достар, біз қазір дүкеннен шықтық келе жатырмыз. Не алғанымызды үйге барып көрсететін боламын. Вот. Өзімізге де күшті заттар алдық. Рейшат айтпақшы. Мен Ұзынағашта жүрмін ғой. Кофе Италиямен осындай бонди алдық. Қойбай. Сосын тағы заттар алдық. Оны кейін көрсететін болам. Қазір кофе ішіп отырмыз. Бүгін келесі күн, и мен қазір лестницаларды жуып шығайын деп жатырмын. Сол, егер сіздер үйлеріңізге уборка жасап жатсаңыздар, сәттілік тілеймін. Сол. Ал енді жинап болайын, сосын кездесетін боламыз. Осындай маскалар келді, фармстез нағашқа осындай, және басқа да түрлері бар. Заказ берсеңіздер болады, нағашта болсаңыздар. Вот кукумбер, яғни қияр, және ұлу, басқа да түрлі күшті түрлерінен бар. Және бұл маска көзді жабады. Қазір сіздерге істеп көрсететін боламын. Күшті маска. Біздің фармстез нағаш дүкеніне көп келді. И өзімде қазір көретін боламын. Негізі бір рет көргем, мынау екінші маскам. Соны видеоға түсіріп қазір көрсетем. Заказ берсеңіздер болады. Күшті прям. И то көзді жабады. Көзіңіз тұрған кезде вообще керемет. Достар, мен қазір бетіме масканы жабыстырайын деп жатырмын. Біздің дүкенде бар, заказ берсеңіздер болады. Аты фармстез нағаш, тағы да қайталап айтамын. И бұл маска көзді жабады. Қазір сіздерге істеп өзім көрсететін боламын. Негізі алдында осының сарысын істеген, бірақ та оны историяға түсірдім. Ал енді оны влогқа түсірем деп жатырмын. И білесіздер ма, мен моншадан шықтым ғой қазір. И өмірі мен моншадан шыққан кезде осы Невеяны қолданатынмын. Бүгін осы мына шампуньді қолданып көрдім. Фаверликтің шампуны.
Nivea шампунь менің басыма жақты, яғни маған қатты ұнады. Ал енді мынаны бірінші рет қолданып тұрмын. Енді көретін боламыз. Вот. И негізгі түрде мен алояны қолданамын деп ойлағам, бірақ та бүгін ткановый маска болғандықтан, ткановый масканы да қолданайын деп шештім. Ткановый масканы қолданбағалы 3-4 күн болды ау деймін, кажется. Давайте. Ол тастай холодильниктен шыққан. Егер сіз таңертең қолданатын болсаңыздар, холодильникке салып қойғандарыңыз дұрыс. Қазір. Вау, десең. Бұны небәрі 15-20 минут қана істеу керек. И бұл кореянка. Менде барлық маскалар Кореяда шығады ғой. Тастай. И маскадай кішкене қалыңдау. Кейбір маскалар жаман ғой. Мен алдында бір маска алғам. Оны осы историяға ма, ютубқа ма салғам. Жаман андай жұқа-жұқада, андай түсіп кете береді ғой. Түсіп кете беріп баған, жартысы жыртық. А мынау вот күшті қалыңдау. И көзі жабылады. Мен дүкенінде болғандықтан мақтап тұр деп ойламаңыздар. Расымен де қарсаңыздар, өте күшті үлкен. Мен алдында теріс жабыстырып қойған болатын. Бұл жолда теріс жабыстырып жатыр екен. Негізгі түрде масканы жабыстырғаннан кейін сөйлеу өте қиын, үлкен күшті дәу, өздеріңіз көп тұрған. Но мынаны роллермен етсеңіздер, беттеріңізге тура келеді. Көп блогерлер, но менде роллер жоқ. Ой, міне. Күшті үлкен маска, и мына жақпен уже былай көзіңізді жауып қоясыз. И так, осылай, и жастар, көрініп тұр ма? Осылай көздеріңізді жауып қоясыздар. Ісіген кезде көздеріңіз өте керемет. Прям күшті маска, үлкендеу. Роллермен негізі беттеріңізге тура келеді. Вот. Сондықтан заказ беріңіздер. Ішінде супер күшті. Олай мойындарыңызға жағып қойыңыздар. Вот. И біз осындай гость үшіға заказ берген болатынбыз. Әртүрлі пиццалар, сырный палочкалар бізге қатты ұнады. Сіздер де гость үшіден заказ берсеңіздер болады. Расымен де дәмдері өте тәтті. Және бүгін бетіме уход жасадым, уборка жасадым. И видеоны монтаждап жатырмын. Және де кішігірім ғана суреттерге түстік. Жалпы айтқанда осы мен бұлардың барлықтарын, бұл маскалардың барлықтарын фармсез нағашын таба аласыздар. И бағана айтып кеткенімдей айларды түсіріп сөйтіп қудым. И вот сол үшін де біздің видео аяқталады. Влогым ұнады деген ойдамын.